Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala Sayyidina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Tağalaga sansız madak, ardaқты Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga, onun otbасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар. Баршамызға күндердің төресі қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Яратушы иеміз Алла Тағала адам баласына сансыз нығметтер менен жақсылықтарды нәсіп етті. Адам баласына ол нығметтердің Хақ Тағаладан екендігін мойындап, олардың қадірін біліп, бағалауы қажет. Кез келген өзімізге берілген нығмет Хақ Тағаладан екендігін ақиқат. Алла Тағала қасиетті Құранның Нахл сүресінің 17 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха инналлаха лағфурур рахим. Алланың нығметін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар. Рас, Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді деген. Сол нығметтердің ішінде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 нығметті ерекше айтып атап өткен. Адам балаларының осы 5 нығметтің ерекше қадірін білу керектігін ескерткен. Ол турасында хадис шарифте Иғтаним хомса қобла хомсин шабабака қобла харомика ва сихатика қобла сақомика ва ғинака қобла фақрика ва фароғака қобла шуғлика ва хаятака қобла маутика деген. 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсені бағала. Кәрілік жетпей тұрып, жастық шақтың қадірін, ауырмай тұрып, денсаулықтың қадірін, кедейлікке ұшырамай тұрып, байлықтың қадірін, жұмысбасты болмай тұрып, бос уақыттың қадірін, ажал келмей тұрып, өмірдің қадірін біл деген. Имам Хаким сөзді қысқа айта да терең мағынасын қамтып сөйлеу ардақты пайғамбарымызға, оған Аллахтың салауаты мен сәлем болсын, берілген ерекшеліктердің бірі. Кей хадисінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың мағлұматты жақсы өте есте сақтауы үшін 2, 3, 4, 5 сияқты сандарды тілге тиек еткен. Егер осы хадисте айтылған 5 нығметке қысқаша тоқталар болсақ, бұл нығметтердің әрқайсысының өзіндік үлкен орны бар, баға жетпес құны бар екендігін түсінеміз. Бірінші, кәрілік жетпей тұрып, жастық шақтың қадірін білу. Жастық шақ қайтып келмейтін көктем, ағысы өзгермейтін өзен. Сондай-ақ аспанда тек бір рет қана жарқ етіп көрінетін жұлдыз. Көктемдегі жас топыраққа егін егіп үлгермесек, күзде мол өнім күтуге болмайтындығы сияқты, жастық шақты пайдалы іспен өткізбеген адамның қартайғанда оның жемісін көруі екіталай. Алла Тағала қасиетті Құранның Рум сүресінің 57 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Аллахуллази халақакум мин ضعфин сумма жа'ала мин ба'ди ضعфин қувватан сумма жа'ала мин ба'ди қувватин ضعфан ва шайба. Аллах сендерді әу баста тым әлсіз етіп жаратады. Кейін ол әлсіздіктен соң буындарыңды бекітіп күш-қуат береді. Содан кейін күш-қуатыңды кемітіп, қайтадан әлсіз хан қылады деп жастық шақты 2 әлсіздіктің ортасындағы адам бойына күш-қуат беретін уақыт екендігін айтқан. Адамның негізгі өмірі осы орта кезді қамтиды. Сол себепті көбірек сұралатын өмір
кезеңі де осы екі әлсіздіктің ортасындағы қуатты кезең. Ұлы адамдардың көбі үлкен нәтижеге осы жастық шақта қол жеткізген. Алысқа бармай өзіміздің тарихымызға назар салсақ, Абылай хан бабамыз 20 жасында қан майданда ерлігімен танылған. Бұхар жыраудың Абылай ханға арнап, сен 20 жасқа жеткен соң алтын тұғыр үстінде ақ сұңқар құстай түледің деген сөздері осыдан қалған. Қаракерей Қанабай бабамыз 16 жасар бала кезінде ағасын өлтірген Жоңғар батырынан кек алған. Төле би бабамыз 15-20 жасынан бастап билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі менен шешендік өнері арқасында таныла бастаған. Абай атамыз әкесі Құнанбай 13 жасынан түрлі күрделі даулы мәселелерге араластырып, тәрбиелеп шыңдаған. Халқымыз болатын елдің баласы 15-інде баспын дейді, болмайтын елдің баласы 30-ға келсе де жаспын дейді деп, жастардың үлкендерше терең ойлы, ақылды да парасатты болуы керектігін айтқан. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, ақыретте адам баласы жастық шағындағы істеген амалы үшін сұралатындығын айтып, «Ла тазулу яумал қиямати қадаман абдин хатта юс'ала ан арба'ин ан умрихи фихима афнаху ва ан жасадихи фихима абlahu ва ан ilmihi маза ilmi амила фихи ва ан малихи min ayna akhadhuhu wa fima anfaqahu. Kıyamet günü Allah'ın hiçbir kulu ömrün жастық шағын қалай өткізгендігі, дүние мүлкін қандай жолдармен тауып, қайда жұмсағандығы және алған біліммен не істегендігі жайлы есепке тартылмайынша орнынан тартылмайды деп айтқан Тирмизиде. Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз үш-ақ түрлі өмір бар, бәрі де мас. Бір рәуішті болады шал менен жас, ең керекті дегеннің ортаншы өмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кетсе ағатын, күні-түні дей көрме қылын ізде, қасын десең артында адам атың деп жастық шақты қапыда өткізіп алмауды насихат еткен. Ендеше құрметті жастар, осы бір бағалы кезеңді өзімізге қоғамға пайдасы тиетін істерменен өткізуге бір күш жігерімізді жұмсайық. Екінші, ауырмай тұрып денсаулықты қадірін білу. Жоғарыдағы хадисте айтылған адам баласы қадірлеп бағалауы керекті болған нығмет денсаулық. Халқымызда денсаулық зор байлық, бірінші байлық денсаулық, байлық емес денсаулық байлық деген нақты сөздер өте көп. Бұл айтылған сөздерден ата-бабамыздың денсаулықты қаншалықты жоғары бағалағандығын, тіпті оны негізгі байлық та деп танығандығын түсінеміз. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, «Ниъматани мағбунун фихима касиру минан наси ас-сиххату вал фарағу». Адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар. Ол денсаулық және бос уақыт деген имам Бұхарида. Дініміз ислам денсаулықты адам баласына берілген аманат деп қарауға, оны күтуге үйретеді. Өйткені
ауру атаулы зиянның алдын алмастықтан, денсаулықты күтпегендіктен пайда болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп демекші, адам баласы кез келген сырқатқа себепші болатын денсаулығына кері әсерін тигізетін істерден сақтануы қажет. Ал денсаулығын тиісті дәрежеде күтпеген адам ауруға өзі себепші болады. Алла Тағала қасиетті Құранның Юнус сүресінің 14-ші аятында: «Инналлаха ла язлимун наса шай'ан, валакиннан наса анфусахум язлимун». Расында Алла адамдарға еш зұлымдық етпейді, бірақ адамдар өздеріне өздері зұлымдық етеді деп айтқан. Адам баласы ауруға душар болса, бұл өмірде тамақтану, сусын ішу, ойнап күлу сияқты барлық зат өзінің маңызын жоғалтатын белгілі. Сол себепті де даналардан денсаулық сау адамның басындағы тәжі, оны сырқат адам ғана көре алады деп сөз қылған. Әл-Фараби бабамыз адам денесінің жетілуі, оның денсаулығы, егер деннің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, оны денді сауықтыру керек дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Я ибадаллахи тадауау, фа инналлаха лам ядо'у даан илля вада'a лаху шифаан» дейді. Ва Алланың құлдары, емделіңдер, себебі Алла қандай да бір дерт жаратқан болса, оның шипасын да қоса жаратқан деп айтқан имам Дәуітте. Бір Алладан шипасын үміт ете отырып, қазіргі таңдағы дамып жатқан медицинаның қызметін пайдалану, сондай-ақ ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахқа салауат пен сәлем болсын, үйреткен емдік амалдарды орындау, қасиетті Құран мен хадистерде келген шипалық дұғаларды пайдалана отырып емделу сауапты әрі міндетті амал екендігін білуіміз керек. Үшінші, кедейлікке ұшырамай тұрып байлықтың қадірін білу. Кедейлік сынақ болғандығы сияқты байлықта адам баласына берген сынақ. Адам баласы қолына байлық тигенде тәкаппарланып, өзгелерден өзін жоғары санау, санамдық қылу сияқты істерден барынша сақтануы қажет. Мұсылман адам бай болатын болса, сол байлықты берген жаратушысына шүкір етіп, шамасы келгенінше қолында барымен жақындарына, мұқтаж жандарға жәрдемдесіп, көмектесуге тырысады. Әйтеке би бабамыз: «Батыр болсаң жауыңа найза тисін, бай болсаң халқыңа пайда тисін» деп байлық арқылы өзгелерге пайда тигізуді көздеу керектігін айтқан. Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 92-ші аятында: «Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун». Сендер сүйген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар деп айтқан. Шәкәрім Құдайберді бұл бабамыз айтады: «Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбейтін сүзбестің қам үшін жи. Арын сатпа, терін сат, аламды ізде. Ғибадат пенен адалдық ар үшін жи» деп малды жиюға мақсаттың қандай болу керектігін жеткізген. Қазақ тарихында мыңғыртып мал айдаған, сандығы сағаттыққа толы бай адамдар аз болмаған. Олардың арасында айналасындағы аш арықтардың аузын аққа тигізіп, қол үшін берген, халыққа мектеп, мешіт, медресе салып берген қаншама атымтай жомарттары көп еді. Мысалға, Хакім Абайдың өзінің әкесі Құнанбай қажы жайында мұсылманға қоймаған орынсыз жанжал шатақты зекет жинап
егін сап тойдырған қарып жатақты деп айтқан. Міне осындай асыл бабаларымызды үлгі етіп, біз де адал еңбекпенен мал тауып, оны игі жолдарға жұмсай білуіміз керек. Бір қисса, ақтық сағаты жақындан ақыретке көшкелі жатқан бір діндар адам дүние мүлкін баласына қалдырмақ ниетпенен оған: балам, өмір бақи адал жолменен тапқан мына дүние мүлкімді саған тапсырып барамын. Саған айтатын бір өсиетім бар. Мен қайтыс болып сүйегімді жуған соң аяғыма жыртық ескі шұлық кигізерсің дейді. Әкесінің бұл өсиетінің мәнін түсінбесе де баласы оны орындауға уәде береді. Діндар дүниеден өтіп, оны жуындырып, кебіндеп жатқанда баласы имамға әкесінің өсиетін жайында айтады. Имам мәйітке шұлық кигізу шариғатта жол екендігін айтып, айтылған өсиетті орындауға болмайтындығын түсіндіреді. Баласы қанша көндірмек болса да, имам баланың айтқанына көнбейді. Осылайша арпалысып тұрғанда бір қария келіп: балам, әкең дүниеден өтер алдында саған арнайы жазылған бір хат қалдырды. Балам, мына хатты менің сүйегімді табытқа қойып жатқанда бер деп айтқан еді. Баласы хатты ашып оқығанда әкесі: балам, мен артыма осыншама дәулет қалдырғанымменен о дүниеге ескі шұлықты да алып кете алмай барамын. Жатқанымды өзім көрдім. Саған қалдырған байлығыма мақтанып, тәкаппарланып, адамдарды ұмытып кетуші болма. Мұқтаждарға шамаң келсе жәрдемдес. Міне, өзім көргендей қанша бай болсам да, бәрібір дүниеден өткен соң мал мүліктің қол бұлғап артында қалады деп өмірлік сабақ беріп кеткен екен. Төртінші, өтіп кетпей тұрғанда бос уақыттың қадірін білу. Уақыт Алла Тағаланың адамзатқа берген үлкен нығметі. Өміріміз уақыттан тұратынын ескерсек, адам баласы өзінің әр сәтін босқа жібермей, пайдалы етіп өткізудің маңызы зор екендігін ұғынады. Имам Шафиғи оған Аллахтың разы болсын, рахметіне алсын: уақыт бейне бір жүзі лыпылдаған өткір қылыш секілді. Егер оны дұрыс қолданбасаң, өзіңді кесіп түседі деген екен. Алла Тағала қасиетті Құранның Мүъминун сүресінің 99 аятында адам баласы дүниеден өтер алдында уақытты жақсылық амалдармен текке өткізіп алғандығына өкініп: Аузубиллахи хатта иза жаа ахадукумул мауту қала робби жа'илу ла'алли а'малу салихан фима таракту. Олардың біріне өлім келе қалса: Раббым, дүниеге қайтара көр, бәлкім мен қалдырған дүниемде жақсылық амалдар істермін дейді. Өмірде қандай да бір нәтижеге қол жеткізген адамдардың жетістікке жетуінің басты себебі уақытты тиімді пайдалануынан. Сол себепті де көптеген ғалымдар, даналар уақытты тиімді пайдалану жайында өсиеттер қалдырған. Мысалы, Хазіреті Омар, оған Аллах разы болсын, 4 нәрсе кері қайтарылмайды. Ол атылған оқ, жұмсаған ақша, қолға түскен мүмкіндік және де өткен уақыт деп айтқан. Халқымыздың ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаев уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді. Дәуірлер, замандарда менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға деген екен. Құнды бағалы затты адам баласы қастерлеп,
құрметтеп сақтайтыны белгілі. Сол сияқты біздер үшін аса құнды болған уақытты әр адам бағалай білуі тиіс. Оны бос пайдасыз істерменен өткізуден сақтанып, әсіресе уақыттың жауы болған бос сөз, орынсыз қалжың, пайдасыз істермен айналысу сынды істерден аса сақ болған жөн. 5-ші, ақтық сәт келмей тұрып, өмірдің қадірін білу. Өмір адам баласына берілген үлкен сый. Бір мәрте ғана берілетін ғұмырды адам баласы бағалы, жақсылап өткізуге тырысу қажет. Алла Тағала қасиетті Құранның Мүлк сүресінің 2-ші аятында «Әлләзі халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул ғафур». Ол Алла қайсыбір жақсы іс істейтіндерді сынау үшін өлім менен өмірді жаратты. Ол аса үстем, өте кешірімді деп айтқан. Өмірдің ұзақ әрі салиқалы адамдарға толы болғандығы жақсы. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Хойрун наси ман тола умруху ва хусна амалуху». Адамдардың жақсы өмірі жасы ұзақ әрі амалдары ізгі болғандары деп айтқан имам Термизиде. Өмір сынақ алаңы, оның ащысы мен тұщысы, ауыртпашылығы менен жеңілдігі, жақсылығы менен жамандығы қатар жүреді. Мұсылман адам жақсылыққа шүкір, қиыншылыққа сабыр ете білуі тиіс. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 155-ші аятында وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Әрине сендерді қауіп-қатер менен, ашаршылық менен және малдарыңнан, жандарыңнан, сондай-ақ өлімдеріңнен кеміту арқылы сынаймыз. Сабыр етушілерді қуан сүйіншілер деп айтқан. Мағжан Жұмабаев атамыз өмір осы бірде олар бұлтты, қатты желді, дауылды, кейде отты. Құрып дымын қайғырып жас төгерсін, бұлт ашылар қайғының бәрі бітті деп өмірге баға беріп, қиындық артынан жеңілдік келетіндігін айтқан. Дүние тіршілігі мәңгілік емес, біреуге ерте, біреуге кеш, ақтық сәттің келетіні ақиқат. Адам осы ақиқатты еш уақыт есінен шығармай, бұл дүниеде өзінің қонақ іспеттес сезініп, жаратушы алдындағы міндеттерін орындап, ғибадат құлшылықтарын жасап, адамдарменен барынша сыйластық, жақсы қарым-қатынаста болуы керек. Қадірменді жамағат, адам баласы бұл өмірде берілетін әр нығметтің ақыретте сұрауы бар. Алла Тағала қасиетті Құранның Такассур сүресінің 8-ші аятында ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Бұл күні берілген нығметтерден міндетті түрде сұраққа тартыласыңдар деп айтқан. Ендеше әр нығметтің қадірін біліп, бағалап, жаратушымыз Алла Тағалаға разы болатын амалдарды атқаруға тырысайық. Әмин. Алла Тағала баршамызға разы болып, қасиетті жұма күні жасаған дуа тілектерімізді қабыл етсін. Роббана атина фид дуния хасанатау ва фил ахирати хасанатау ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин.